әр нәрсе тегіне тартады. Араб шөлінде қиын да ұзақ сапар шеккен бір шейх ұлына басынан кешкен оқиғаларды былай әңгімеледі. Бір алыс сапарға шыққан едім. Күн ұясына батып, төңірек қараңғылана бастаған кез, алыстан көзіме көрінген үйге қарай тұра жүрдім. Үйге жақындағанымда алдымнан бір әйел шықты. Жалғыз екенімді көргенде қайран қалып, «Сіз кімсіз? Бұл жерден не іздеп жүрсіз?» деді. «Мен құдайы қонақпын» дедім. Әйелдің қабағы түйіліп үндемеді. Менімен ешқандай жұмысы болмай тамақ дайындауға кірісті. Дастарханды әзірлеп, ас ішуге кірісті. Бәрін жалап, жоқтап жеп алды. Бір кезде қолында сүт құйылған бақырасы бар күйеуі келді. Мені көріп, «Бұл адам кім?» деп сұрады. Әйел еш мән берместен, «Құдайы қонақпын дейді ғой» деп жауап берді. Әлгі кісі маған күлімсірей жақындап, «Амансыз ба? Қош келдіңіз, келгеніңізге қуаныштымын» деп бір тостаған сүт ұсынды. «Қарныңыз аш шығар, бір нәрсе жедіңіз бе?» деп сұрады. Мен ашпын дегенімше әйеліне ұрса жөнелді. Екеуінің арасында ұрыс басталды. «Ұят емес пе? Қарныңды нығыздап тойдырасың да қонаққа бір тілім нан беру ойыңа да келмейді» деді. Әйелі, «Оған не үшін тамақ беремін? Өзімнен бір тілім де нан ауыспады» деді. Күйеуі ашуланып далаға шығып кетті. Мен де мынау не істемекші екен деп артынан ақырын басып сыртқа шықтым. Сол кезде менің не көргенімді білсең ғой. Әлгі кісі менің түйемді жерге жығып сойып жатыр еді. Ішім қатты ашыды. Бірақ еш нәрсе демедім. Таң тамаша қалдым. Үй иесі өзімнің түйемнің етін өзіме сыйламақшы. Өзіме. Мұны да көрдік. Енді мына шөлде жаяу қалдым деп ойладым. Әлгі кісі от жағып, етті пісіріп, табаққа салып алдыма келді. Ішім бірақ қан жылауда еді. Ешқандай зауқым да жоқ. Сонда да тамаққа отырдым. Тамақтан кейін үй иесі, «Жаратқанның атымен ант етемін, менің шатырыма келген адам ешқашан аш қалмас» деді. Бұл жағдайға не жылайтынымды, не күлерімді білмедім. Қонақтың өз түйесін өзіне сойып берсең, әрине аш қалмас дедім де ішімнен. Бірақ сабыр сақтадым. Содан кейін ол кісі шатырдан шығып кетті. Бұл қызық адамның ісіне таң қалып отырдым. Біраз уақыттан кейін мені дауыстап шақырғанын естіп сыртқа шықтым. Далада ол бір түйенің бұйдасынан ұстап тұр еді. Маған жақындап, «Мына түйені ал, бұл түйені саған сойылған түйенің орнына беріп тұрмын» деді. Түйесі менің түйеме қарағанда қоңқылдау, жақсырақ түйе еді. Ертеңгісі таңертең жол жүрдім. Үй иесі маған нан, ыстық сүт, бір бөлек піскен ет ұсынды, жылы-жылы сөйлеп шығарып салды. Ыстық шөлде күні бойы сапар шектім. Кешке жақын алдымнан кездескен үйге келдім. Мұнда мені бір әйел қарсы алды. Күлімсіреген, жылы жүзді әйел еді. «Сіз кімсіз?» деді. Мен «Құдайы қонақпын» дедім. Әйел, «Қош келдіңіз, қуаныш әкелдіңіз, құдайы қонаққа әр уақытта есігіміз ашық, жоғары төрге шығыңыз» деп мені ішке кіргізді. Өзі тездетіп тамақ дайындауға кірісті. Біраздан кейін дастарханға палау, қуырған тауық, құрма, бал келіп қойды. «Тамаққа келіңіз, сізге үлкен дастархан жая алмағаным үшін ғафу етіңіз» деді. Қарным шұрылдап ашып отыр едім. Тамақ жеуге кірістім. Бір-екі түйір аузыма салғаным сол еді. Әлгі әйелдің күйеуі кіріп келіп, суық, зілді дауыспен, «Бұл адам кім?» деді. Әйел, «Құдайы қонақ» деді. «Құдайы қонақ біздің ғана үйімізді тауып па? Менің тамақтарым қайда? Әкел тезірек» деді отағасы. Әйел, «Үйдегі бар тамақты қонаққа бердім» деді. «Саған тамақты қонаққа бер деп кім рұқсат етті?» деп ол
зайыбына дүрсе қоя берді. Екеуінің арасында ұрыс басталды. Мен шыдай алмай күліп жібердім. Үй иесі маған сұсты қарап, неге күлесің деп сұрады. Мен басымнан өткен оқиғаны айтып бердім. Сонда отағасы, ол айтқан әйеліңіз менің қарындасым, ал оның күйеуі әйелімнің ағасы еді деді. Бұл кездейсоқ жағдайға таң-тамаша қалдым. Әр нәрсе тегіне тартады екен ғой деп ойладым.